Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз нәтиже сабақ мен не үйрендім. Оқылым бірінші тапсырма. Мәтінді оқып тақырып қой. Менің отбасым өнерлі. Атам күмістен сырға жасайды. Қарындасым Гүлсая билейді. Інім Нартай ән үйірмесіне барады. Ағам Әлихан музыка мектебінде оқиды. Досым екеуміз қолөнер үйірмесіне қатысамыз. Саша екеуміз қағаздан ойыншық жасадық. Біз отбасымызбен музейге барып тұрамыз. Атам музейдегі көне заттарға ұқсайтын алқа жасады. Мәтіннің тақырыбын өнерлі отбасы деп қойсақ болады, оқушылар. Мәтіннің орысша нұсқасы. Жазылым екінші тапсырма. Сурет бойынша шағын әңгіме құра. Сіздердің оқулықтарыңызда екінші тапсырмада суреттер берілген. Сол суреттерге қарай отырып, шағын әңгіме құрастырып көрейік. Әлібек, Әнел және Анар музыка мектебінде оқиды. Әлібек домбыра тартады. Әнел қобыз тартады. Анар жетігенде ойнайды. Олар бүгін сахнада өнер көрсетті. Әңгіменің орысша нұсқасы. Айтылым үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Алматыда қандай музей бар? Орталық музейде қандай көне заттар бар? Мұхтар Әуезовтің музейінде не бар? Музей нешеде ашылады? Кітап музейінде қандай кітаптар бар? Мұхтар Әуезовтің музейі неше қабатты? Жауаптары: Алматыда орталық музей, кітап музейі, Мұхтар Әуезовтың музей үйі бар. Орталық музейде көне ыдыстар, киімдер, құмыралар, көне заттар бар. Мұхтар Әуезовтің музейінде жазушының киімдері, үй жиһаздары, қалам қағаздары, жазған кітаптары бар. Музей сағат 9-да ашылады. Кітап музейінде 10 ғасырда шыққан, 200 жыл бұрын шыққан көне кітаптар бар. Мұхтар Әуезовтің музейі 2 қабатты. Жауаптардың орысша нұсқасы. Жазылым 4-ші тапсырма. Жақша ішіндегі сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Менің атам күмістен алқа жасайды. Нартай ән айтқанды жақсы көреді. Нағашы атам теріден қамшы тоқиды. Біз қағаздан әртүрлі ойыншық жасадық. Музейде көне кітаптар бар. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.